Kesilme sürü salу deymiz, бүгінгі сабағымыз. Бұнда біз келепке сүрі салу жолдарын түсіндіремін. Келеп дегеніміз матадан жасалған, кәдімгі ағаштан жасалған рампіге матадан тар рампілеп, оның бетіне тұва клеймен клейлі боламыз, астқа клей бірінші беті, клейден кейін клейдің мақсаты матаны беті қатырып ұстап тұрады. Содан кейін кәдімгі майлы бояу. Мұның екі түрлі болады, біреуі масляный майлы бояу, екіншісі акриловый краска дейді. Енді бұны матаға салу үшін мата клейді өзі тартып ала береді бұл. Сондықтан бірінші фон жасаймыз. Фон дегеніміз кәдімгі мысалы аспан, су, көк түстен соның бетіне кәдімгі май бояуды бір-біріне араластырып, мысалы үшін ағаштың мысалы үшін мына жерде біреуі қан жасыл, оның артында ашық дауыс бет, сонда бояу түстерін шығару үшін бір-біріне араластыру арқылы әртүрлі түс шығарамыз мысалы үшін. Мысалы үшін көк түске бояғаннан кейін артынан мысалы үшін не мынау жерде бұлттардың ақ бояуын шығарамыз. Одан кейін бер жағында мысалы үшін тау. Бірінші фоннан кейін таудың суреті тау түседі. Таудың бер жағында не бар бұл жерде? Ағаш, су. Өзі су жайлатып, алдынан беті бірінші қара түспен таудың белінде боламыз, оның бетіне жайлап, оның бетіне қарлы таудың беті ақ бояумен жайлап, бір қардың түстерін келтіреміз жайлап. Одан бер жағында не бар бер жағында? Мысалы үшін таудың етегіндегі ағаштар жайлап келтіреміз, судың бетіне көлеңкесін түсіреміз, одан бері қарап жайлап, одан кейін бері жақында мына жерден не тұр? Мына өзеннің бері бетінде үлкен ағаштар. Ең бірінші бетінде кәдімгі қаралау светпен жасап, бетін жайлап, ағаштың светін ашу үшін жайлап, сарымен, ақпен келтіреміз ағаштың бейнесін. Ұзақтан ағаштан жауып атырған ненің бәрін жайлап. Мынау ағаштардың беті суға көлеңке түсіреміз бай. Су екенін білдіру үшін ақ краспен жайлап көлеңке түсіреміз. Осындай сурет шығады. Мына жерде де солай. Таудың етегінде бәрі орналасқан. Мысалы үшін бұл жақтан күннің сәулесі түсіп тұрғаннан кейін, мына жақ қараңғы болып, күннің сәулесі түспейтін жерлер қараңғы болып, сәулесі түсетін жерлер ашықтау, сәуле түскен болып, сондай көрінеді. Мына жерде судың беті мынаның көрінісі көріп тұр, су екенін белгілеп, мысалы судың бер жағында тастың бер жағында уже бұл өзеннің бер бетінен қарағандағы көрінісі мынау. Бұл жерде кәдімгі қоға, қамыс сияқты шөптер. Ең соңында бұны әрлейміз. Әрлеу жұмыстары дейміз. Жайлап беттерін крафтеден шығамыз бетін. Қараңғыда ағаш қалай көрінеді. Күн сәулесі шағылысқанда қалай көлеңке түсіреміз. Сонымен осылай суреттерді жасап шығаруымызға болады, салып шығуымызға болады.